сауылған сәттен бастап 3 сағаттың ішінде ішпесеңіз, пайдасы болмайды. Өкінішке қарай, мына қарбалас тіршілікте көпшіліктің ауылға барып, саумал терапиясын қабылдауға мүмкіндігі де, уақыты да жетпейді. Ал мына менің қолымда тұрған тауар сол мәселені шешуге мүмкіндік береді. Армысыздар, бұл Қарағандыда жасалған хабары. Бүгін біз өңірде өндірілген құрғақ саумал жайлы айтамыз. Мына біздің бабаларымыз мыңдаған жылдар аман қалып, жерімізді сақтап, тілімізді сақтап, осының барлығы биенің сүтінің арқасында, жылқының етінің арқасында. Ол уақытта не дәрігер жоқ, не аптека жоқ. Сол мына жарықтық бір Алланың берген ол бізге. Биенің шөп арқылы адамға бүкіл керекті құрама витаминдардың барлығын сүт арқылы жеткізеді. Европада болғанда магазинде көріп, биенің сүті латынша жазылып тұр, Зольман деп авторы. Соның дәмін татып, елшілік арқылы қайда тұратынын бәрін біліп, тілмәш алып, барып, Ханс Зольман дегенмен танысып, сосын мен оны шақырдым, сен бізге кел, Қазақстанға бізге көмектестіп. Неміс келіп, осы Қарағанды облысында, Асакаров ауданында Жуантөбе деген бір жерде заводты қалай құру керек, барлығын өзі бізге сызып, дайындап проектісін. Сол бүкіл Германиядан оборудование әкеліп, құрып. Біз 15 жыл ашылдық. Міне 7 жыл болды ашылғанымызға. Бізде 600 бие сауылады. Күніне біз 2 тонна аламыз 600 биеден. Бізде таңертең ерте жылқышылар жайып даладан алып келеді биелерді. Құлындарынан ажыратып, осылай бөліп қоямыз 5 топқа. Сосын осы жерге жемдері салынады, шөптері салынады, өздері су ішеді, алдарында бүкілін жағдайларын жасап, осы жерден олар сүт жинап тұрады. Сосын бұларды кезек-кезекпен айналып отырады, алдыңғысы сауылғанша, артыңғысы иіп, осылай сүт жинап тұрады. Ең алдымен таңертеңгі процесс осы жерден басталады бізде. Осы жерде биелерді кіреді, ары жақтан бізде перегонщиктар бар, осы жаққа айдап кіргізеді. Сосын автоматпен жұмыс жасайды бүкілі. Ары жақта мына жерлерден басып, осы жерден шақырады, мына биені шақырып, ашып жауып шығарып отырады. Ары жақтан келеді. Сосын осы жерде 4 дойыр жұмыс жасайды. Олар осы жерден салады, екі жақтан дойырлар. Сосын сүт мына трубамен барып, арғы неге түседі. Мына жерде полбаға жиналады да, процесс ары жаққа түседі, танкерларға. И салфеткамен сүртіп, осы салфеткамен таза стерилді. Бұл жерден ары жаққа барғанша бәрі стериліне кетеді. Мынаған қазір сүт түсіп жатыр. 35 градус температурамен желінен солай шығады, биенің сүті. Қазір мына уже түсіріп бастап жатыр. 4 градусқа дейін түсіреді. Каждый оператор, учетчик, лаборант каждый 2 сағат сайын температурасын тексеріп отырады мына жерде. Ары қарай бұлдан түскен сүтті өлшеп, одан кейін мынау пастеризатор. Осы пастеризаторменен пастеризовать етеміз. Бұл жерде 72-де 5 градуспенен жерде пастеризацияланған сүт. Ішіндегі түгел микроб бәрі өшеді өлтіреді. Микробты ғана өлтіреді бұл жерде. Басқа ешқандай неға нетпейді, именно микробты ғаналарды өлтіреді, бактерияларды. Бұл пастеризованный сүт турбопроводыменен өзінің баратта мына жерге кеп түседі. Мына охладительге. Бұл охладительде тоже 4 градусқа дейін түсіреді. 4 градустан кейін қазір данный момент біз нені алып жатырмыз? Выпарной
установкаға жіберіп жатыр, ву дейіп атайлады. Сгущать етіп жатырмыз. Мынадан алған сүтті қоюлатып жатырмыз. Қоюлатқан сүтті 70% суын алып тастаймыз. Содан кейін барып оны сублиматорларға құямыз. Мына Германияда жасалған аппарат сублиматор деп аталады. Биенің балғын сүтін қалыптарға құйып, осында орналастырады. 2 тәуліктің ішінде мұнан құрғақ саумал алады екен. Технологтың айтуынша бір келі құрғақ ұнтақ алу үшін 20 литр сүт кетеді екен. Мына жерге әкеліп жаңағы листларды әкеліп қойып, осы жерде тазалайды. Жаңағыны листімен лотоктан алып, сосын одан шыққанды мынандай вакуумдарға, мына пакеттерге салады. Ана сүттің құрамы бүлінбейді. Осы жаңа сауған сүт тәрізді қайра суға араластырсаңыз, 200 грамм суға 20 грамм порошок. Соны қайрадан суға араластырғанда жаңа ғана биенің сүтін ішкендей оласыз. Біздің ең бірінші сатып алатын ол Қытай. Сол мұна пандемияға байланысты олар 20 жылдың январынан бастап шекараны жапты да кішкене қиыншылық көріп тұрмыз. Қазір Россия алам деп жатыр. Европаға әлі кіре алмай тұрмыз. Европада сұраныс көп. Бізде сатылым үйі бар интернетте бәрінде. Қарағандыда жеке магазин ашылған. Сейфуллин театрының қарама қарсысында саумал деген. Бағасы әрине қымбат. Бір келісі 50 мың теңге. Оның қымбат болатыны біз 2,5 миллиард теңге қаржы алғанбыз осы проектіні жасауға. Шекара жабылды да біз вообще сатылым жағынан тоқтап уақыт беріп, қазір енді біртін қарызымыз жауып жатырмыз. Арзан ана үкіметтің қарызының құтылысымен біз күрт төмендетеміз өзі ішкі халыққа.